әлеуметтік желіде Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы, яғни екінші әйелі, өзіне күн бермеген адамдарға мынадай ыңғайсыз жауап қайтарды, яғни бұралаң сөз бұтыма дейді. Бұны оқыған барлық әйелдер Инстаграм болсын, Тұрсынбек Қабатовтың әйелін түгін қоймай жазып жатыр. Осы сөзіңмен-ақ өте ыңғайсыз жағдайда қалды деп айта аламын. Бұралаң сөз бұтыма деген қандай өте ерсі сөз, ойлап қарасаңыздар. Өзі де жыртың етіп, мынандаймын, андаймын, сондаймын, мен оған ұл туып бердім деген секілді бір өзін керемет құсатып, қайта әлеуметтік желілерге видео жариялап жатырды. Мен соның әйелімін деп, біз осыдан Тұрсынбектен осы әйелді бір ажыратып алатындай. Енді мына сөзі бола барлық әйелдерді орнына қойды деп қояды. Ешқандай әйелдерді орнына қойған жоқ. Наоборот, қайтадан жек көріп кетті десек те болады. Қазақтың әйелдерінің барлығы жауынгым десе, Тұрсынбек Қабатовтың екінші әйелі дейтін шығар. Өйткені әлі күнге дейін осы Тұрсынбектің екінші әйелін барлық Қазақстан әйелдері, қазақ әйелдері жек көруде. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осылай ответ қайтарған қаншалықты дұрыс, бұралаң сөз бұтыма дегені?